Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен математика оқу қызметін өтетін боламыз. Математика оқу қызметіміздің тақырыбы жемістер мен көкөністер, мысалдар шығарамын, цифрларды бастырып жазамын. Сабағымыздың мақсаты көрнекілік негізінде қарапайым мысалдар мен тапсырмаларды шешу болып табылады. Енді біз сендермен шаттық шеңберін орындап алайық. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толсын, математика пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Жарайсыңдар балалар. Балалар, енді біз сендермен алдымен жемістер мен көкөністермен танысып алайық, иә балалар? Қандай көкөністердің түрлері бар екен? Танысайық. Қияр, қызанақ. Қызанақтың түсі қызыл болады екен. Сәбіз, пияз, картоп, қызылша, сарымсақ, орамжапырақ, асқабақ, кәді, баялды, ақ желкен, ас бұршақ, ас көк, шалғам, шомыр, рауғаш. Мінеки балалар, бізде осындай көкөністер бар екен. Енді жемістермен, жидектермен танысайық. Бұл алма, алмұрт, өрік, қара өрік, шабдалы, шие, жүзім, таңқурай, құлпынай. Неке бұлар балар жидектерге жатады екен, иә? Қарақат, қара бүлдірген жатады екен. Жарайсыңдар балалар. Енді сендерге сұрақ: қандай көкөністер мен жемістерді білдің? Ал енді балалар, бірінші тапсырманы орындауға көшейік. Сырымның отбасы жемісті жақсы көреді. Кімнің нені таңдағанын ата, жауабын жапсыр дейді. Отбасының мүшесі, яғни әкесі, 3 өрік және 1 алмұрт жемісті таңдапты. Яғни 3 өрікке 1 алмұртты қоссақ, 4 болады екен. 4 санын алып жапсырамыз. Қалған тапсырмаларды өзің орында. Келесі тапсырмамыз: қаламмен бастырып жаз. Неше алма көріп тұрсыңдар? Жарайсыңдар, 3 алма көріп тұрмыз, иә балар? Яғни 3 санын бастырып жазамыз. Енді 3 санымен таныс болайық. 3 саны неге ұқсайтынын қарайық. 3 саны көбелектің сол жақ қанатына ұқсайды екен, жыланға ұқсайды екен, және арқардың мүйізіне ұқсайды екен. Ал енді балалар, 3 санын қалай құруға болады? 3 санын 2-ге 1-ді қосып құруға болады екен, иә? 2-ге 1-ді қоссақ, 3 саны шығады екен. Немесе 1-ге 2-ні қоссақ, 3 саны шығады екен. Келесі тапсырмамыз балалар:
Алмаға жазылған амалдарды орында. Жауабы бойынша алмаларды сол түспен боя. Мысалға, бірінші алмамыз 4 азайтылған 1 деп тұр. 4-тен 1-ді азайтсақ, 3 шығады. 3 саны қандай түспен белгіленіп тұр? Сары түспен, яғни бірінші алманы сары түспен бояймыз. Қалған амалдарды өзің орында. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады деген ойдамын. Сау болыңдар балалар.